Қайырлы кеш достар, сіздермен бірге Айгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай асқабақтан қуырдақ дайындайтын боламыз. Өте дәмді, құрамына витамині көп. Осы қуырдақты дайындап көріңіздер. Менімен бірге бір жасағана сәтті шығатын рецепттердің түрі. Менің отбасыма, бала шағама қатты ұнайды. Қазір білесіздер, көз мезгілі асқабақтың пісіп тұрған кезі. Сондықтан осы тағамды үнемі жасап жүріңіздер. Ал бізге керекті заттарды қараңыздар. Мен барлығын турап дайындап алдым. Уақыт алмас үшін асқабағымыздың сыртын барлығын ашып, жуып тазалап аламыз. Ішіндегі дәнектерін барлығын алып тастаймыз. Достар, мен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге қолжетімді рецепттер салып тұратын боламын. Асқабақты осылай 4 пішті қылып турадым. Сіздер ұзынша солонка қылып турасаңыздар да, оның барлығы өз қалауларыңызбен. Мен осындай 4 пішті қылып турадым, әдемі көрініп тұрсын деп. Қараңыздар, тартты перец, пиязымызды, картошкамызды барлығын кубиктап турап алдым. Картошканы 4-ке бөліп алдым. Осы тағамды үнемі балаларым мама жасаңызшы деп көз мезгілі келген кезде осы тағамды жасап тұрамыз. Айтпақшы, асқабақ сіздерде қанша теңге болып жатыр? Бізде килограммы 150 теңге. Енді қысып тұрған майымызға етімізді салып, жақсылап қызарғанша араластыратын боламыз. Одан кейін пиязымызды саламыз, барлығын жақсылап қызарғанша астырып, тәтті перецімізді, бұрышымызды салып жібереміз. Қараңыздар, содан кейін картошкамызды, томатымызды, петрушкамызды салып, барлығын бірге араластырамыз. Сол кезде өте дәмді болып шығады, достар. Дәл менің рецептіммен жасап көрсеңіздер, керемет болып шығады. Енді бұқтырып қойып қоямыз. Енді приправа, тұзымызды қосамыз, тағы бір рет араластырып. Мен осында универсал приправаны қолданам. Сіздер паприка қоссаңыздар да болады, оның барлығы өз қалауларыңыз. Тұзымызды қосып, тағы бір рет жақсылап араластырып, бетін жауып 3 минутқа қойып қоямыз. Неке, қараңыздар, қандай керемет түс келтіріп, дәмі де ерекше болып тұр. Енді қайнап тұрған суды құямыз. Қайнап тұрған суды құйсаңыздар, тамақтың дәмі өте ерекше болып шығады, қыздар. Салқын су құймаңыздар, қайнаған суды құйсаңыздар күшті болып шығады. Енді картошка ұзағырақ піседі ғой, сондықтан мен кішкене қайнағанша осылай бұқтырып қойып қойдым. Асқабақ тез пісіп кететіндіктен соңынан барып саласыздар. Мінекей, мен енді асқабағымды салдым. Тағы да 20-25 минутқа бұқтырып қойып қоясыздар, себебі асқабақ тез ақ пісіп кетеді. Қараңыздар, қандай әдемі түсінің өзі, құрамы да витаминге толы. Асқабақты білесіздер, сондықтан сіздерге де кеңес берем. Неке, достар, менің асқабақ қуырдағым дайын болды. Мен сулы қылдым, сочный қылып, себебі балаларым нан батырып жесе де қатты жақсы көреді. Сондықтан сулы қылдым. Осылай жасап көрсеңіздер болады. Дәл менің рецептіммен жасасаңыздар, сіздердің асқабақ қуырдақтарыңыз бір жасағаннан сәтті де керемет болып шығатын болады. Балаларыңыз да, отбасыларыңыз да қуанып қалатынына мен сөзсіз сенемін. Сондықтан сіздерге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, подписацияны басып, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Мен міндетті түрде сіздердің комментарийларыңызды оқып шығамын. Видеоның соңына шейін көргендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Келесі видеода жолыққанша өте жұмсақ, керемет, сочный болып шықты. Барлықтарыңызға осы видео рецептім сіздердің керектеріңізге жарап жатса, мен қуанамын. Барлықтарыңызға сәттілік тіледім.